Баршаңызға сәлем. Бүгін балықтан өзін қуырдық және де котлет жасадық. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Және де котлет өте нәзік болады. Менімен бірге жасап көріңіздер және менің каналымда тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл әкемнің алып келген балығы. Жақсылап тұрып бізге ашып тазалап берді. Мамам болса балықтарды осындай бөлшектерге бөлді. Осындай шеткі етті котлетке арнап сырып алды. Ал мына қабырға жақтарын қуырып жеуге өте ыңғайлы екен. Себебі ол жерде қылтанағы өте үлкен болады, жегенге де ыңғайлы, және де қылтанағы тамаққа тұрып қалмайтындай. Және де шеткі жағындағы сүйекті уха жасау үшін анашым бөліп алды. Ал енді котлетімізді бастайық. Осындай бөлген нанды суға осылай салып қойды. Осылай суын сығып, кішкене 5 минуттан кейін бөлек ыдысқа салып алдық. Және де оны осындай ет тартқыш дейміз ба, мясорубка дейміз ба, өткізіп алдық. Балығымызды бірнеше мәрте рет жуып алдық, тазалап. Тағы да мясорубкадан оны да өткіземіз. 2 рет, 3 рет өткізсеңіздер болады, ол жаңа қылтанағы майда болып жатқан болса. Бұл жерде картопты да жақсылап мясорубкадан өткіземіз. Бұл үйдің пиязы әлі майда, бірақ свежий болғаннан кейін қостық. Артынан сарымсақ қостық, чеснок. Барлығын бір үлкен ыдысқа салып, 3 жұмыртқа қосып, тұз бұрышын барлығын салып, жақсылап тұрып араластырдық. Және де котлетіміз құрғақ болмас үшін, яғни сочный болып тұру үшін сүт қостық. Одан кейін жақсылап осындай домалатып, котлет жасап аламыз. Өте қатты ысып тұрған, қызып тұрған сұйық майға салып қуырып аламыз. 2 жағы қызарғанша.
Иә. Барлығы осылай екі жағынан қуырылып болғаннан кейін ең соңғы қуырылып жатқан котлеттің үстіне алдында ғана қуырып алған котлеттің барлығын осы бірінің үстіне бірін қойып аламыз. Үстіне кішкене су құйып 7-8 минутқа тоқтырып қоямыз. Сол кезде біздің котлетіміздің іші өте жақсы болып піседі. Міне біздің котлетіміз және қуырылған балығымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Дәмі өте жақсы, иісі керемет, және де құрғақ емес. Егер де ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар.